Достар, бүгін мен коляскамды алып, ойыншы анау мынау сататын магазинге келдім. Бүгін менің атым Гүлжан ата. И қазір кішкентай балдарға енді Новый год келіп жатқаннан кейін бір кішкентай балдар бүйтіп жүреді ғой, подарка күтіп, поэтому қазір подарка алып, кішкентай балдарға беретін боламыз. Бірақ бір шарты бар, олар маған тақпақ айту керек. Ал еттік. Мынандай машина фигня. Кішкентай машина сатып алатын едік қой. Қазір мен осындай машинадан берейін деп тұрмын. Бірінші менің бір болып тұр. Біреуге сыйлық алар алдында мен өзім кішкентай бала болсам, қандай сыйлық алған кезде қуанатын едім деп аламын, короче. Примерно мен бала болсам, маған мынандай машина берсе, пиздец, көзім шелек деп қуанады деп қаласың. Оппо, мынау енді ауыр екен. Олай ма? Мынау таза ұйқы ғой. Мынау енді пойыз екен. Еліміздің экономикасы көтеретін бір балаға беремін қазір. Алматыда кішкене парковка проблема, мынау сөйтіп машиналарды парковать ететіндей. Аяулы қыздарымыз да бар ғой, кішкентай бүйтіп өсіп келе жатқан деп жылайтын. Сол қыздарға анандай бір кукла сыйға қалады екен да. Өзіме ұқсайтын қарсы киіміме деп келіп тұр, иә? Білмеймін енді, кімге беретін, қазір көреміз. Қалай өзі? Керек емес. Баршаңызға қайырлы түн. Мен далада тұрмын, Маржан мен Зарина қазір шығамыз деп жоқ қой. Мен далада қатырып қойды. Эх, девушки, вы что, меня не любите деп тұрмын далада. Ассалаумағалейкум, достар, қалайсыздар? Короче, түрімді көрсетейін ба? Ұйқымды ашамай, бірақ тірлікке кіріспеді. Бүгінгі лук. Қайрат Нұртас. Қалайсыздар? Ал, маман тойына дайындық басалды, бізбен бірге болыңыздар. Бүкіл қыздар алды да. Goodbye десем бәлем. Базарчиктамыз. Мамаға вообще заң жоқ, бәрде прикол ұстап жүре беретін. Мама, ауылда сізге заң жоқ, а? Ауылда заң жоқ сізге. Мафия. Осылайсың. Тас суды асып отырмыз біз. Брачкаларға тасып бересін, түсіріп бересін өздер тасып. Брачкалар бересін. Осыны емес пе? Алейкум сол. Итсігер жерге қойды, зардынжан өзі құсауды. Алейкум. Ешқандай жасандылықсыз, кәдімгідей қалай барымыз олай, лайф сториялар салам. Ешқандай монтаж ондай жоқ. Сразу келсе олай. Мені қалай бар, солай қабылдаңыздар. Go!